Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай қатпарлы өте дәмді болып шығатын самсаны пісіретін боламыз. Ал кеттік, менімен бірге болыңыздар. Бисмиллах, ең алдымен жұмысымызды қатпарлы қамыр илеуден бастаймыз. Тостаққа жылы су, жарты шай қасық қант, 1 шай қасық тұз және де сұйық майымызды құйып, ертіп дайындап аламыз. Содан соң електен ұнымызды өткізіп, қамыр илейтін боламыз. Ұнның барлығын салып жібермеңіздер, бөліп салыңыздар. Минус, плюс 100 грамм ештеңе етпейді. Жұмсақ қамыр шығуы шарт. Қамыр иленіп болған соң, мен осылай үстінен кішкене ғана сұйық май құйдым. Бұл негізі шарт емес, өз қалауларыңыз бойынша. Содан соң қамырымызды пищевой пленка немесе осылай пакетпен 30-40 минутқа тынытуға қалдырыңыздар. Тынаған қамырымызды 3 немесе 4 бөлікке бөліп алыңыздар. Егер қамырды үлкендеу қылып жая алмайтын болсаңыздар, 4 бөлікке бөлгендеріңіз абзал. Ал енді қамырды жаямыз. Достар, қамырымыз біркелкі болып, дөңгелек, жұқа болып жайылуы шарт емес, өйткені бұл жиналатын болғандықтан ештеңе етпейді. Жайылған қамырды үстелдің бір шетіне жайып алыңыздар. Ал енді 60% сары маймен қойдың іш майын ертіп аламыз. Еріген майды жайылып тұрған қамырымызға жақсылап барлық шетіне жағыңыздар. Қолмен немесе кисточкамен, ол өз қалауларыңыз бойынша, маған осылай ыңғайлы болды. Солай жайсаңыздар болады. Барлығын біркелкі жайып болған соң, екінші қамырымызды үстінен жайып шығасыздар. Және де оның да үстінен ертілген майымызды жақсылап жағасыздар. Сонымен майды жағып болғаннан соң, біркелкі етіп, видеода көрсетілгендей қамырды жинаңыздар. Ал енді 15 минутқа тоңазытқышқа қалдырыңыздар. Қалған екі қамырды да дәл осылай істейміз. Бізде ендігі кезекте асқабақтарды ашып, ішіндегісін жақсылап тазалап алыңыздар. Және де қолдарыңызға мұқият болыңыздар. Содан соң картоп және де пиязды ашып алыңыздар. Достар, мен толық рецепті описанияға жаза кеттім, сол жерден өтіп қараңыздар. Ал енді барлығын турайтын боламыз. Асқабақты, картопты және де пиязды видеода көрсетілгендей етіп, барлығын дайындап турап алыңыздар. Келесі кезекте қойдың құйрық майын, іш майын қалауларыңыз бойынша саласыздар. Бізде бұл қойдың құйрық майы, ал бұл бізде іш майы. Барлық заттарды бір тостаққа салып, дәміне қарай тұз және де қалауларыңыз бойынша бұрыш салсаңыздар болады. Содан соң барлығын жақсылап араластырып, ендігі кезекте қамырды жаюға кірісеміз. Қамырды видеода көрсетілгендей етіп бірнеше бөліктерге бөлеміз. Шамамен 25-30 дана шығады. Достар, ескеретін жайт, бөлшектенген қамырды видеода көрсетілгендей етіп
істеңіздер, өйткені бұл қамырдың қатпарлы болуына тікелей әсер етеді. Достар, қатпарлы самсаның тағы да бір құпиясы бұл дөңгелекше етіліп жайылып жатқан қамырды ортасынан шетіне қарай барлық жағынан дөңгелетіп жайып шығыңыздар. Сонда ол өте қатпарлы болып шығады. Жайылған қамырға бір жарым ас қасықтай салмасын салып түйетін боламыз. Түйу барысында осылай көтеріп тұрыңыздар. Сол кезде өте ісініп көтеріліп тұратын болады. Және де оң жағына аударылған кезде видеода көрсетілгендей сызықтары пайда болатын болады. Солай қамырды бірінен соң бірін барлығын түйіп шығатын боламыз. Осылай барлығын салып алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығының оң жақ бетінде сызықтары көрініп тұр. Ол қатпарлы болып пісуіне тікелей әсер етеді. Содан соң бір жұмыртқамызды шағып, барлығының үстінен жағатын боламыз. Қалауларыңыз бойынша күнжіт немесе зира сеуіп шықсаңыздар болады. Ал енді 175 градуста 30-35 минут пісіріп алатын боламыз. Достар, каналыма тіркеліп, келесі видеоны жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.